Біз бүгін өте бір қуанышты оқиғаның куәсі болып отырмыз. Қаламыздағы IT мектеп лицейде Мағжан кабинеті ашылды. Енді бұл кабинеттің негізгі мақсаты Мағжанды тану, Мағжанды ұлықтау, Мағжан Жұмабаевтың артынан қалдырған мол мұрасын одан әрі зерттеп, жастардың бойына сіңіру. Мен өзім ойлаймын, енді бұл кабинет сол жастарымыздың кемел болып қалыптасуына, жақсы қасиеттерді бойларына сіңіруіне, Мағжанға ұқсап ұлтын сүюіне, халқына адал қызмет етуіне жұмыс жасайтын болады. Мағжан енді біздің халқымыздың мақтанышы, көне ақын ғана емес, қабырғалы қайраткер, ұлы ұстаз. Сондықтан Мағжаннан үйренетін дүние көп. Біз әлі қанша жыл өтсе де Мағжанды толық танып болған жоқпыз. Мағжан оқу кабинетінің ашылуы бәріміз үшін үлкен қуаныш. Бұл кабинет жас ұрпақтың білімін тереңдетуге, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге және шығармашылықпен айналысуына үлкен мүмкіндік береді. Ұлы ақынның шығармалары әрдайым жас буынды ойландырады, намыс пен жігерге, отанды сүюге тәрбиелейді. Сондықтан осы кабинеттен, осы мектептен талай дарынды, білімді, рухы биік оқушылар шығатынына сенемін. Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейімізде бүгінгі күні Мағжан Жұмабаевтың кабинеті салтанатты түрде ашылды. Бұл кабинеттің мақсаты Мағжанның шығармашылығын, Мағжанның өмірін жас ұрпаққа дәріптеу мақсатында. Және де осы салтанатты ашылу қарсаңында мектептен колледжге, колледжден жоғарғы оқу орнына, жоғарғы оқу орнынан орталыққа деген жобаға қол қойылды 4 мекеменің арасында.